10 минутта пісіп шығатын аллат самсасын дайындаймыз. Бізге керегі 1 стакан су, тұз саламыз. Жақсылап араластырып, сұйық майды құйып, електен өткізілген ұнды салып, бір келкі қамыр илейміз. Илеп болған соң қалған майды қосып тағы илеп, сөйтіп пленкаға орап 20 минутқа тұндырып қоямыз. Ішіндегі начинкасына тартылған етті пияз салып, бұрыш, тұз дәміне қарай саласыздар. Тұндырып қойған қамырымызды алып, бір келкі етіп, үстіне осылай басып, жасап, кесіп бірнеше бөліктерге бөлеміз. Осылайша бөліп, осылайша етіп, кішкентай зуалалар жасап қоямыз. Зуаламызды жасап болған соң, осылайша етіп, ұн сеуіп, жайып шығамыз. Осылайша еттің барлығын ішіне салып болған соң, бетіне жарты помидордан салып шығасыздар. Осылайша етіп бөгіп саламыз. Пешкамыз қызып тұру керек. Қызып тұрған пешкаға салып 10 минут пісіріп шығасыздар. Одан көп ұстауға болмайды. Көп ұстасаңыз, қамырыңыз қатты болып шығады.